Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен орама тамағын жасайтын боламыз. Яғни ханым өте сочный болып шығады. Қамыры ерекше, оңай жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Рецепті төменге жазып қалдырамын. Алдыменен біз тестасын жасап аламыз. Ол үшін жұмыртқа, тұз, су және ұн қажет болады. Өте қарапайым жасалуы. Бұл универсальный теста. Дәл осы тестаменен сіздер манты де жасасаңыздар болады, пельменге де жарайды. Барлық керек заттарымызды араластырып, қамыр илейтін боламыз. Біз 1 кило ұнменен қамыр илейміз. Яғни бізде 4 қамыр шығады. 4 орамаға кетеді. Қамырымыз қаттылау болып иленеді. 10 минуттай біз қамырымыздың басы біріккенше илейтін боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, осылай аударып алып, осындай столдың үстінде илесеңіздер ыңғайлы болады. Барлық ұнымызды араластырып, осылай басын біріккенше қамырды илеп отырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің тестамыз дайын. Дәл осылай бетін жауып, 1 сағатқа тындырып қоямыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Мен салмасына пияз, картошка және асқабақты пайдаландым. Сіздер асқабақтың орнына фарш қолдансаңыздар болады. Дәл осы чоркадан өткіздім барлығын, және пиязды майда етіп турадым. Дәміне қарай тұз, бұрыш, приправаларын салатын боламыз. Мөлшерін төменге жазып қалдырамын. Енді біз бұны араластырмаймыз. Дайын болған қамырымызды жайып, ең соңында біздің салмасын араластырамыз. Сонда суы шығып кетпейтін болады. Теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Көз мөлшерімен немесе таразының көмегімен бөлсеңіздер де болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте әдемі, жұмсарған және жаюға да ыңғайлы. Дәл осы 4 қамырымызды қалауларыңызша қолдансаңыздар болады. Екеуін алып қалып, морозильникте сақтасаңыздар да болады. Міне мен жайып алдым. Енді осынған сары майды ерітіп, арасына құйып аламыз. Біздің ханымдарымыз өте сочный болып шығады, жұмсақ, езілмейтін, жабыспайтын, арасы әдемі болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді салмасын салып, орамамызды орап аламыз. Астын майлап, ыдысымызды май жағып, орамамызды салып, 45 минутта пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суға саламыз. Бетіне мен май жағамын. Сонда әдемі болып жылтырап тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай әрі дәмді, сочный болып шығады. Егер рецепт ұнап, видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ас болсын.
және видеоны достарыңызбен бөлісіп қолдап отырыңыздар.